Мен Қожабаева Марал Құрбанбайқызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы Қызылтөбе лицейінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін. Жаңартылған білім мазмұнының ең тиімді тұсы оқушыда сыни көзқарасын қалыптастыруға дағдыландыру дер едім. Соңғы кезде жаңартылған білім мазмұнының ата-аналар тарапынан сынға ұшырап жатқаны жасырын емес. Бұл туралы ақпараттың толық еместігінен деп ойлаймын. Осы кемшілікті орын толтыру үшін жаңартылған білім мазмұнында ата-аналарға көмек көрсету деген тақырыпта коучинг ұйымдастырып отырмыз. Бұл коучингіміздің мақсаты жаңартылған білім мазмұнында оқушыда кездесетін қиындықтарға ата-аналар тарапынан қолдау көрсетуді ұйымдастыру және отандық фильмдерді насихаттау болады. Бұл бір реттік шара емес, ұзақ мерзімге жоспарланған жүйелі жұмыс болады деп жоспарлап отырмыз. Бұл бір реттік шара емес, ұзақ мерзімге жоспарланған жүйелі жұмыс болады деп болжап отырмыз. Коучингке қатысқан ата-аналардан да қолдау болып жатыр. Жалғасын күтетіндерін де білдіруде, жақсы лебіздер мен кері байланыс беруде. Коучингте ата-аналарға алдымен ұжым тарапынан таңдалған белгілі бір фильмді балалармен бірге көру ұсынылады. Коучинг кезінде ата-аналар фильм мазмұны бойынша тапсырма орындайды. Мұнда олар бір сәт өздері балалардың орнында болып, әдебиет сабағындағы оқу мақсаттарына сәйкес тапсырма орындайды. Тапсырмаға ресурс үшін соңғы кезде шығып жатқан отандық тарихи фильмдерді алдық. Лицейде осы күнге дейін Кейкі мерген, Төле би, Алтын тақ фильмдері ата-аналармен бірге қаралып талданды. Бұл бір жағынан баламен болады. Сонымен бірге ата-ана баламен бірге болып, фильмді өздері талдап, отбасылық әңгіме кезінде бір-бірімен жақындасады. Бұл бізге не береді дегенге келсек, коучинг үстінде ата-аналар өздерінің білімдерін критерий арқылы бағалап, қазіргі бағалау жүйесімен де толық танысады. Өздері өзін-өзі бағалауды іске асырған соң, олар алдағы уақытта балаларға қалай көмектесуге болатынын үйреніп түсініп кетеді. Шара ата-аналарға да ұнап жатыр. Осы шарамыз оқушы білгірлігін арттыруға жол ашады деп ойлаймыз. Апайдың мына сабағыма жақсы ұнады, жаңағы лестницамен саты қылып қойып, жаңағы түсіндіргені бәрі өте әдемі болды. Марал апай, сізге көп рахмет, қажымай шаршамай осылай балаларымызды білім